Біз сізбен Arduino негіздері курсының кезекті сабағында қауышқаныңызға өте қуаныштымыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Tracking Sensor немесе модуль. Tracking Sensor бұл орысшаға аударған кезде датчик линия, датчик препятствия. Қазақша бір түрлі естілуі мүмкін, аты сызық деп аударамыз бәлде, кедергі датчигі деп аударамыз ба, оны өздеріңіз білесіздер. Tracking мен немесе линия препятствия дегенді білсеңіздер болды. Негізгі мектеп кезінде, робототехника кезінде леголар құрастырсаңыздар, мынадай датчиктерді құрастырған боларсыздар. Яғни тек қана қара жолақпен жүретін немесе ақ жолақпен жүретін роботтарды кездестірген болатынсыздар. Осындай принципке негізделген бүгінгі қызықты экспериментті бірге жасайтын боламыз. Бәріңізге тағы да сәлем. Бүгін біз QY033 датчик препятствия, датчик линии, ағылшынша трекинг модуль, трекинг сенсор немесе қазақшаға аударған кезде сызық датчигі немесе кедергі датчигі деп аударсақ болады. Негізгі мақсат бүгінгі бізде көріп отырғандарыңыздай осындай қағаздан, изоленттен немесе қара түспен, яғни осы қара жол мен ақ жолдың анықтау болып табылады. Яғни біз қараға апарған кезде осы қара жолмен немесе ақ жолмен жүру деген мағынаны білдіреді. Мысалы, мектепте жүргенде робототехника деген сабақ болған шығар. Кейбіреулеріңіз легода осындай роботтарды құрастырып көргендеріңіз бар шығар. Осы леголардың ішінде, мысалы, кейбір роботтардың мақсаттары былай болатын. Тек қара линиямен жүру ғана болатын. Кейбіреулерінікі сол қара линиямен жүріп, өзінің жұмысын атқару болып табылатын кейбір роботтардың принциптері. Сол роботтардың принциптері бойынша бүгін біз трекинг сенсор, яғни датчик препятствия, датчик линияның принципімен жұмыс істеу барысын, яғни қалай жұмыс істейді, ол қандай мақсатта жұмыс істейді, соның барлығын түсіндіретін боламыз. Дәл осыны бүгінгі біздің жұмысымыздың мақсаты, яғни осы датчик препятствия, датчик линияны апару арқылы қара түс пен ақ түсті айыра бөлу, және де осы қара түс пен ақ түстің жолағын, яғни мынау қара түс, мынау ақ түс дегенді айыра білу керек болады, және де соны бүгін біз жұмыс ретінде, эксперимент ретінде жасайтын боламыз. Негізгі бүгінгі құрал жабдықтармен таныстырып өтейін. Бізге керек болатын әдеттегідей бізде Arduino Uno Nano микроконтроллеріне жалғау үшін ноутбугіңіз немесе компьютеріңізді USB кабель, макеттік плата тақтамыз, және де Arduino Nano микроконтроллер және жалғағыш сымдар, және де сіздер әдеттегідей көретін ол бізде RGB жарық диодын қолданамыз, және де бүгінгі басты құрал жабдықтарымыздың бірі, бүгінгі түсіндіретін тақырыбымыздың негізінде бүгін біз трекинг сенсор, яғни датчик препятствияны көріп отырсыздар. 3 аяғы бар, 3 шықпасы бар. Және де бізде негізгі компоненттермен таныстырып өтейік. Неден құралған? Датчик препятствия, датчик линия. Датчик линия көріп отырғандарымызды үстіңгі жағында бізде 2 жарық бар, 2 LED сияқты жарық диод секілді. Бұның ішінде де қандай дүние жасалғанын көрейік. Бірінші бізде 2 өтір, бұл 2 көк түсіміз, бізде ол инфракрасный, инфрақызыл бізде диодымыз, инфракрасный диодымыз, ал біздегі қара ол фототранзистор. Фототранзистор, яғни бұл 2 осы аталғанымыз, бұл құралатын TC-RT5000 автопарадан тұрады. Автопара деп отырғанымыз бұл инфрақызыл жарық диодымен фоторезистордан құралады. Автопара деп атаймыз, және де бұл автопара, яғни түсіндіру үшін, мысалы, бізде инфрақызыл сәулелерді біз көре алмаймыз. Яғни көре алмайтын болсақ, мысалы, инфрақызыл сәулелерді көре алмаймыз. Инфрақызыл сәулелер, яғни сол жарықты келесі түрде қайтарады. Яғни инфрақызыл сәуле, мысалы, камераға жарық тигізді, сол камера қайтадан фоторезисторға жарықты қайтарады, шағылыстырады, былайша айтқан кезде. Яғни, мен мысалы алайын, ақ түске барған кезде инфрақызылымыз ақ түске біз
жарық түсіреді. Сол жарығымыз түсірген кезде фототранзисторға шағылыстырады. Яғни біздегі көк түсіміз инфрақызыл жарық түсірген кезде толықтай түрде бізде фототранзисторға шағылыстырады. Яғни фоторезистор, фототранзистор деп отырғанымыз бұлардың барлығы жарыққа тәуелді. Яғни жарыққа тәуелді болған кезде, жарық болған кезде олар қызады. Яғни қызған кезде, яғни оларда жұмыс істеу принципі жасалады. Яғни ол бізде бірге тең. Логикалық түрде ол бірге тең. Яғни толықтай түрде инфрақызыл сәулелеріміз ақ түске барған кезде, ақ түсіміз бізде толықтай түрде фототранзисторға жарық береді. Толықтай. Яғни 100% жарық береді. Жарық берген кезде ол бір болады. Яғни логикалық түрде алып қалайтын болсақ, ол жарықты берген кезде толықтай 100% берген кезде ол мына трекинг, яғни датчик линия, датчик препятствиеміз ол бізге тоқ береді. Яғни бір деген кезде тоқты береді. Ал енді қара түске барған кезде инфрақызыл сәулеміз қара түске жарықты береді. Яғни бізге көрінбейді, ол қара түсті жарық береді. Жарық берген кезде енді ол жарықты қайтадан фототранзисторымызға шағылыстыру керек. Яғни қайтадан апару керек. Сол кезде бізде фототранзисторымыз, яғни қара түске келген кезде фототранзисторымыз шағылыстыру 100% шағылыстырмайды. Неге? Өйткені қара түстің өзінің жылулық несі бар. Яғни мысалы жазды күні қара түсті футболка немесе қара түсті киім киіп алсаңыз өте қатты теріліп кетесіз. Өйткені неге? Қара түс өзіне жылуды өте көп алады. Сондықтан да инфрақызыл сәуле жарық берген кезде ол жарықтың жылуын өзіне алады да шамалы ғана жарықты фототранзисторымызға береді. Яғни бізде ақ түс болған кезде ол 100% жарықты беретін еді, ал қара түс болған кезде ол 100% жарықты бермейді. Яғни шағылыстырған кезде үзіп шағылыстырады. Яғни үзіп шағылыстырған кезде бұл логикалық түрде ол 0 дегенді береді. Яғни инфрақызыл сәулеміз фототранзисторға жарықты шағылыстыру арқылы беруіміз қажет. Бұл автоаппарат деп аталады. Енді келесі компонентін түсіндіргім келеді. Бұл бізде ортада тұрған ол резистор, кіріктірілген резистор, встроенный резистор болып табылады. Бұл резистордың, яғни потенциометр ретінде бұны резистордың мәнін бұрасақ болады. Және де біз бұл жерде компаратордан тұрады, және де жарық диодтан тұрады. Инфрақызылдың толқын ұзындығы 900 нанометрді, яғни оның 950, оның -9 дәрежесі метрге дейінгі аралықта толқын ұзындығы бар. Және нақты түрде 1 мм-ден 25 мм-ге дейінгі арақашықтықтағы кедергіні анықтайды. Яғни линияны 1 мм-ден 25 мм-ге дейінгі нақты түрде арақашықтықтағы ол қара түс пе әлде ақ түс пе екенін анықтай алады. Енді бүгінгі экспериментті жасап көрейік. Яғни бүгінгі экспериментте негізгі датчик препятствия, датчик линияның, яғни кедергі, қазақша аударған кезде түзу датчигіміздің, сызық датчигіміздің ground және out және VCC деген 3 шықпасы бар, 3 аяғы бар. Groundты біз жерге тұйықтаймыз, VCCді біз толықтай VCC-мізді 5 вольтқа немесе 3,3 вольтқа кернеуімізге қуат көзіне беруіміз қажет, және outputты біз бұл жерде пинға жалғауымыз қажет. Ол қандай пин болуы мүмкін? Digital немесе аналогты пинді болуы мүмкін. Екеуінің айырмашылығын білеміз. Digital бізде 0 мен 1-ді қайтарады, және де аналог, яғни аналогты ретінде жалғаймыз. 0-ден 1023-ге дейінгі қайтаруы мүмкін аналогты да. Осы нені жалғайтын боламыз. 3 шықпасына бізде бірінші жалғағышымыз арқылы бірінші groundты жалғап алайық. Groundқа жалғағышымызды береміз. Және де екінші бізде жалғағышымызды VCC-ға берсек. VCC-ға бердік, және де бізде төртінші
төртінші емес, үшінші ортадағы out деген, яғни датаға арналған данныйды алу үшін сол үшін қажет болады. Және де датчик препятствий, датчик линиямыз бұл жерде негізгі қызмет input кіріс мәнді алу керек, яғни ол ақ түсті мәнді қабылдады ма, әлде қара түсті қабылдады ма, соны білуі қажет. Енді біз осыны макеттік платамызға жалғауымыз қажет болады. Ол үшін бізге макеттік платамызды Arduino Nano'дағы 5 вольтпен граундқа жалғауымыз қажет болады. Біздегі оранжевый түстес жалғағышымыз ол бізде плюс, ал бізде сарымыз ол бізде минус болып табылады. Граундқа жалғауымыз қажет болады. Ендігі кезекте бізде осы көрсеткенімізде бізде енді граундқа жалғайық. Граундқа, осыны граундқа жалғаймыз. Минусқа беремін. VCC'ді біз плюсқа береміз. Енді ортадағыны біз digital бөліктегі 12-ші пинға апарып жалғайық. Digital бөліктегі 12-ші пинға апарып жалғайық. Ендігі кезекте бізде RGB жарық диоды. Бұны еш қиындығы жоқ. Граундты жерге тұйықтаймыз, және де кез келген бір түсін біз digital бөліктегі бір пинға жалғайық. Граунд бөлікті жалғайық, апарып. Және де blue көк түсін ғана алып көрсетейік. Көк түсті біз digital бөліктегі, біз жаңа датчик препятствияның аутын біз 12-ші пинға, енді бұныкін 11-ші пинға жалғастырып жалғай берейік. Көріп отырғандарыңыздай біз толықтай схеманы құрып болдық. Яғни датчик препятствиямызды жалғадық. Яғни датчик препятствияны жалғап схеманы толықтай құрып болсақ, енді бізде Arduino Nano микроконтроллерін біз USB кабель арқылы жалғайық. Біздегі 11-ші пинға, 12-ші пинға апарып жалғайық. Жалғап болды. Енді кезекте біз енді USB кабелімізді ноутбукке жалғауымыз қажет болады. Ноутбукке, яғни мен оны ноутбукке жалғаймын, USB кабелімді. Бүгінгі проекттің іске үшін эксперименттік жұмысымыздың кодын Arduino IDE платформасына жазатын боламыз. Баста бізде tracking деген файлды ашып аламыз, новыйдан, және де оның атын tracking деп береміз. Бастапқы неде біз константа ретінде айнымаларды жазайық. Бізде tracking датчик препятствиядан алған датаның үшінші ортаңғы аяғын біз digital 12-ші пинға жалғаған болатынбыз. Және де оның атын біз tracking pin деп алайық. Және де оның типі integer типі болсын, және де мәні 12-ке тең болсын. RGB жарық диодына тек только бір ғана жарықты жалғаған болатынбыз, көк түсіні blue'ді, яғни сол blue pin 11-ге тең, айнымалының аты blue pin және 11-ге тең, және де оның аты integerға тең. Және tracking мен blue pinді айнымал ретінде жаздық. Енді setup функциясында біз конфигурациялауымыз керек болады. Ол үшін конфигурация функциясы pin mode жазамыз, және де tracking pin ол бізде, яғни 12-ші пинға жалғанда, және де ол 12-ші пинға жалғанғанымен ол кіріс айнымалысы ретінде біз input деп жазуымыз қажет болады. Неге? Өйткені бізде қара түс пен ақ түсінің айыру алу үшін, яғни кіріс болу керек, яғни ол оның айнымалының мәнді бізге қайтаруы керек, бізге алып келуі қажет. Ал blue pin ол бізге шығару керек, яғни шығыс айнымалысы болып табылады, сондықтан да output дейміз. Неге output? Өйткені ол жарық шығарады. Ал біз
трекинг датчигіне біз айнымалыны мәнді береміз, данный береміз, және де сол данный арқылы логикалық басқару арқылы бізге жарық диодымыз жануы қажет. Және де монитор портты қосу үшін бізге serial begin 9600 портқа қосатын боламыз. 9600 портты яғни жазамыз, яғни serial begin қосамыз сол кезде. Және де L функциясы бойынша бізден енді boolean типті логикалық типке, яғни логикалық басқару. Біз не арқылы басқарамыз? Ол бірінші бізде трекинг модуль арқылы, яғни датчик препятствий арқылы. Ол бізде айнымалыны стейтте және digital rate, яғни біз digital 12 пенға жалғадық, және digital rate-тан біз оқимыз трекинг пен. Яғни трекинг пенді оқыған кезде, мысалы, ол input-тан ол бізде digital rate, яғни digital 0 мен 1-ді қайтарады, returns бізде 0 мен 1-ді ғана қайтару қажет. Ол boolean типте, яғни логикалық типте ол тек 0 мен 1-ді ғана жауап беретін болғандықтан boolean типте returns 0 или 1, яғни 0 дегенде жұмыс істемеу керек, 1 дегенде жұмыс істеу керек деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде digital rate трекинг пиннан шығатын мән осындай. Және де serial портымызға біз стейттің мәнін шығарайық, яғни айнымалымыз қандай айнымалы қайтарды, 0 қайтарды ма, 1 қайтарды ма, соны біз монитор порттан көретін қылып шығарайық. Енді және де осыған шарт қоямыз, яғни стейтіміз high 1-ге тең болған кезде шарттың мәні орындалу керек, және де else деген әйтпесе, яғни осы екі шартқа біз операторларда немесе қандай жұмыс атқаратын жазайық. Бірінші high деген кезде, яғни ол 1 болған кезде біздегі жарық диодымыз жансын, яғни blue пеніміз high 1 болып жансын, яғни 1-ге тең болып жануы қажет, яғни біздегі датчик препятствиемізден алған данный 1 болатын болса, онда жану керек, және де ол қара түске тең болатын болса, яғни ол деп отырғанымыз жарық диоды жанған кезде ол қара түсті анықтаған шығару қажет. Және де else-да if-қа қарама-қарсы түрде blue пеніміз өшуі керек, және де ол serial print ln ол бізде light, яғни жарық болу керек, яғни ол white деген сөз. White деп айнымалы ретінде алайық. White, digital right, light деп жазсақ. Және де осы жазып болғаннан кейін компиляцияға беріп көрсек. Бізде компиляциямыз қате шығарып жатыр, өйткені бір жерде дұрыс емес секілді. Digital right, low, light дегенді дұрыстап жазып көрейікші. Қайтадан компиляция беріп көрейік. Қай жерде қате бар екенін. Осы жерде қате бар дейді бізде. Digital right, light деген. Осы жерде. Қатемізді қайтадан бізде digital right, light деп жазып көрдік. Қайтадан беріп көретін болсақ. Қайтадан қате шығарып беріп тұр. Логикалық түрде ойланатын болсақ, біз синтаксистік түрде синтаксисында қате жазып отырған секілдіміз. Үстін көтеріп, қай жерінде қате жібергенімізді анықтайық. Бізде қате жіберген жеріміз осы линияға келіп беріп тұр. Қайтадан light дегенді жақшамен қайта жазып көрейік. Енді бір синтаксистік жерінде қате жазылып тұр. Таптық. Digital right деп отырғанымыз ол біздегі функцияның мән емес, бізде монитор портқа light деген жазуымыз керек. Ол үшін serial print ln деп жазуымыз керек, яғни serial print ln деп жазуымыз қажет. Сол кезде қате жібермейміз. Digital right деп отырғанымыз ол функцияға беріп отыр, ал бізде serial print ln деп отырғанымыз монитор портқа шығарады. Біздің қателігіміз, кешіріп қойыңыздар.
қайтадан берсе компиляцияға дұрыс орындалу керек. Дұрыс орындалды. Иә. Дұрыс орындалды. Ендігі кезекте біз скетчті Arduino Nano микроконтроллеріне жүктеуіміз қажет. Ол үшін платаға Arduino Nano дейміз. Процессор Atmega 328 Old Bootloader және комп портымызды комп 6 деп таңдайтын боламыз. Комп 60 портқа жалға жіберетін боламыз. Көріп отырғандарыңыздай толық жүктелді. Енді біз инструменттің ішінен барып Monitor портты ашуымыз қажет болады. Көріп отырғандарыңыздай бізде light дейді, ақ пен ақ ненің black дейді. Яғни қараға түсті, қайтадан light, қайтадан black. Яғни қара мен ақ светтердің арасында жүр. Яғни көріп отырғанымыздай light, black, 0-1 деп. Яғни қара түске енгізген кезде ол бізде black, ақ түске енгізген light деп шығарып беріп тұр. Және де ақ түсте 0, қара түсте 1 деп шығарып беріп отыр. Дәл осындай эксперименттің басында, сабақтың басында көрсеткен роботтардың негізгі принципі осы негізге негізделген. Ендігі менде осы мен скетчі жазған болатым. Енді біз ақ түс пен қара түстің айырмашылығын білетін боламыз. Енді датчик препятствием бар. Осы датчик препятствиемді әкеліп жолақтарға қоямын. Бізде қараңыздар, компарат датчик препятствиемнің өзінде LED бар, яғни жарық диодым бар. Егер ол 1 болатын болса, яғни ол ақ болатын болса, онда ол жарық диодым жағылады. Көріп отырғандарыңыздай, да? Ал егер мен қараға апарайын, қара түске барғанда, көрдіңіздер, LED-ім менде беретін тапсырма бойынша Black-та қара түсім жансын дегенмін, жарық диодым және де қара түсті анықтады. Қара түстің барлығын анықтайды, және де аққа барсам сөнеді қайтадан. Ал бірақта оның LED-тағы көріп отырғандарыңыздай, мына жақта қызыл жанып жатыр, өзінің несі жанып жатыр. Ал меге қайтадан қара түске баратын болсам, ондағы LED недегі датчик препятствиемдағы LED-ім сөнеді. Датчик препятствиемдағы жарық диодым сөнеді, мендегі қосылған жарық диодым қосылатын болады. Ал қайтадан көріп отырғандарыңыздай, қайтадан ақ түске келген кезде мендегі датчик препятствиемдағы қызыл түсім жанды LED-тағы. Қайтадан қараға апаратын болсам, жарық диодым жанып жатыр. Көріп отырсыздар. Дәл осы роботтардың принциптері де осындай ғой. Қара түспен, қара жолақпен ғана жүретін роботтар деп мектептерде оқытады ғой. Кез келген. Міне осындай қара түспен ғана жүретін, қара түсті ғана анықтайтын, тек қара түс болса ғана жүресің деген пәрменді береді ол роботтарды. Датчик препятствия негізгі қызметі де осы. Тек осы линиямен. Мысалы, кез келген мысалы осындай жолақтары болатын болса, машиналар жасауға болады. Мысалы, қазір біздегі көріп отырғандарыңыздай. Жарық диодым жанып жатыр. Қара түсте тұр. Ақ түске келгенде мендегі логикалық түрде ол ішіндегі жарық диодым 1 болып жатыр. Қайтадан мен қара түске беретін болсам, дәл осындай қылып жазсаңыздар болады. Қайтадан ақ түс пен қара түсті анықтайды. Қара түс болғанда менде жарық диодым жану керек, ақ түс болғанда сөну керек. Бірақ ақ түс болған кезде мендегі датчик препятствиенің өзінің ішіндегі LED-ім қызыл түсті жанып жатыр, көріп отырсыздар. Ол кезде қара түске бергенде қайтадан өшеді препятствиенің ішіндегі LED. Дәл осындай сіздер ендігі кезекте датчик препятствиені қолдану арқылы жүретін роботтар жасаңыздар, яғни тек қара түспен ғана, қара линиямен ғана жүретін роботтар жасаңыздар болады. Яғни қара түс болған кезде ғана жүргізіп, роботтарды, яғни дөңгелектері бар арқылы кез келген өздеріңіз
жаңадан робот құрастырсаңыздар болады. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Қызық болды деп ойлаймын. Қызық болған болса, онда осы YouTube каналымызға жазылып, комментарий, дизлайк қойды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Көп рахмет.